Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғи дыбыс көздері деген не? Біз табиғи дыбыс көздерін анықтау үшін табиғат аясына саяхатқа шығамыз. Қоршаған ортаны бақылап, дыбыстардың қалай шығатынын, олардың табиғи және жасанды түрлерін ажыратуды үйренеміз. Балалар, табиғат аясына шығар кезде өзімізбен бірге қандай заттарды алуымыз керек? Ойланып көрейік. Мына заттардың қайсысы қажет болады? Түс бағдар, карта, алғашқы көмек жинағы, үлкейткіш, сіріңке, ауыз су, тамақ, фотоаппарат. Дұрыс, балалар, ендеше кеттік. Айналаға зер салшы балақай, бәрі бір әуен айтқандай. Құстар бақшада сайрайды, орманда ағаштар шулайды, таулардан өзен гүрілдеп, ағады өзіңнен жол іздеп. Бұлт қоршап аспанды торлайды, найзағай от шашып ойнайды, ақ жауын жер бетін бойлайды. Осының бәрі бір сөзбен табиғат деп атайды. Міне ғажап, табиғат сондай әсем екен. Сендер қандай дыбыстарды естідіңдер? Дұрыс, құстың сайрағанын, жапырақтардың сыбдырын, өзеннің гүрілін, күннің күркіреуін естідіңдер. Бұлар табиғи дыбыстар. Айналадан әртүрлі дыбысты естуге болады. Осындай және басқа да дыбыстарды біз күнделікті өмірде естиміз және тыңдаймыз. Біз не естісек, сол дыбыс. Олар қалай пайда болады? Дыбыс денелердің тербелісінен пайда болады. Дыбыс шығаратын дене дыбыс көзі деп аталады. Мына ызым қайдан естіледі? Мынау маса ғой. Білесіңдер ме балалар? Масаның ызыны оның қанаттарының қағысынан шығады. Маса қанатын секундына 500-800 рет қағады екен. Міне қызық. Ол қанмен қоректенеді және түрлі ауруларды таратуы мүмкін. Сондықтан одан сақтану үшін денеміздің ашық жерлеріне арнайы кремдерді жағуымыз керек. Балалар, бұл не әуен? Құдды бір дала ән салып жатқандай. Біз Қазақстандағы ең таңғажайып жердің бірі әнші құмға келіп қалған екенбіз. Ел арасында Айқай құм деп те аталып кеткен. Ол Іле өзенінің аңғарында орналасқан. Жел тұрса, сырнай үні тәрізді дыбыс шығарады. Ал жел қатты соқса, одан да зор дыбыстар естіледі. Кәне, осы жерде әсем әуен тыңдап, біраз тынығып алайық. Па шіркін, табиғат аясында, таза ауада тамақтанған керемет қой. Алайда, өзімізден кейін қандай сақтық шараларын сақтауымыз қажет? Әрине, от сөндіру, қоқыстарды өзімізбен бірге алып кету, басқа да тіршілік иелеріне зиян келтірмеу. Өйткені табиғат біздің анамыз, оны аялау біздің парызымыз. Балалар, сендерге табиғаттың дыбыстары ұнады ма? Балалар, бұл дыбыс белгісі бізге мектепке қайтатын уақыттың болғанын білдіреді. Ол табиғи дыбысқа жатады ма? Қалай ойлайсыңдар? Ол табиғи дыбысқа жатпайды. Өйткені оны адам өз қолымен ойыннан жасаған. Сондықтан оны жасанды деп айтамыз. Тағы қандай жасанды дыбыстар бар? Мектепке жеткенше жол бойы мына жұмбақтарды шешіп барайық. Әтеш емес, алайда оятады, таныты. Дұрыс, бұл сағаттың шырылы. Соқсан дыбыс шығады,
даусы құлақты жарады. Бұл дауылпаз. Мойыны аққудай, шабысы жылқыдай, құрметті төрінде тұрады әр үйде. Әрине, бұл домбыра. Дыбыс табиғи және жасанды болып екіге бөлінеді. Жасанды дыбыстар деп адамның ойлап тапқан заттары арқылы шығарылатын дыбыстарды айтамыз. Мысалы, түрлі музыкалық аспаптардың дыбыстары, телефон шырылы, микрофон және тағы басқа. Міне балалар, сендер дыбыстардың табиғи және жасанды болатынын білдіңдер. Сендер өздерін зерттеу жүргізе аласыңдар. Зерттеу сұрағы: табиғат аясында қандай дыбыстарды естідіңдер? Зерттеу әдісі: бақылау. Зерттеу нысаны: дыбыстар. Жоспар: суреттегі дыбыс көздерін анықтаңдар. Табиғи дыбыс көздерін жасыл, ал жасанды дыбыс көздерін көк түсті қарандашпен белгілеңдер. Өздеріңді тексеріңдер. Қорытынды жасаңдар. Қорытынды: табиғат заттары мен құбылыстары табиғи дыбыс көздері. Адам қолынан жасалатын заттардың дыбыстары жасанды дыбыс көздері. Кестені толтырыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Осымен біздің табиғатқа саяхатымыз аяқталды. Бүгін сендер табиғи дыбыстар не екенін білдіңдер. Қандай табиғат заттары мен құбылыстары табиғи дыбыс көздері бола алатынын білдіңдер. Қоршаған ортаны бақылауды, дыбыстардың табиғи және жасанды көздерін ажыратуды меңгердіңдер. Сау болыңдар балалар.